Бәрекелді. Ал сіздес, біздес ортада жақсы биден кейін көтерінгі көңіл күйден кейін сыртқа шығып таза оймен тыныстап мінекей басымыз аман, бауырымыз бүтін торқал тойымыздың екінші жартысына да келіп жайғасып жатқан жайымыз бар. Асқанды да көргенбіз, тасқанды да көргенбіз, асып тасып ақыры сасқанды да көргенбіз, өскенді де көргенбіз, өскенді де көргенбіз, өсіп өсіп ақыры өшкенді де көргенбіз. Ұша білген балапан қонуды да біледі, сипай білген алақан соғуды да біледі деп торқол тойымыздың екінші жартысын дүркіреген сіздердің қошеметтеріңізбен бастайық. Той құтты болсын, қуаныш құтты болсын, жастар бақытты баянды ғұмыр кешсін. Қадірлі ағайын. Десе де қадірлі ағайын, енді мынау торқол тойымыздың екінші жартысын дүркіреген сіздердің ыстық алақандарыңызбен бастап жатсақ, торқол тойымыздың екінші жартысының әдемі ақ тілектің тізгінін ақтаратын осы жақтағы әпке жезділер, яғни бөлілер де, одан кейін жиендер деп бәрін бірге шақырған екен. Ала қойды бөле құрыққан жүнге жарымайды дейді. Бөле жаратын ештеңесі жоқ. Сондықтан сол кісілердің бәрін аттарын атап, түстерін түстеп мен ортаға алдырғанды жөн көріп отырмын. Біздің қазақ шамаң жетсе туыспаған жақсы, туысқаннан кейін сөз қуыспаған жақсы дейді. Сөз қуыспай туысқан елмен туыстықтың туын тік ұстаған жақсы дейді. Әпке жезділердің мен аттарын атап түстерін түстейін, ортаға келсін. Бөлілерден бастайық. Бөлілер деп жазған екен, бөлен келді бөлем деп, бөлем үшін өлем деп. Баймахан бөлі, Гүлшат Ермахан, Айша Құндызай, Құттығыз, Гүлнара, Ерлан, Нұрлан, Севара, Анара, әпке жезділер Ұласбек Карима, Бақтияр Шарапат, Қарлығаш Жібек Архат, Қайырбек, және де Гүлбахар Наубахар, Мадинадай жиенді мен ортаға алдырайын. Аталған кісілер келіңіздер ортаға, билеп келіңіздер, әдемі ақ тілек айтып беріңіздер. Той құтты болсын. Бұл кісілердің билегі сақ кеп тұр. Ағамға бірінші тілектерінді айтыбыңдар, сосын билейсіңдер деп жады бәрекелді. Той құтты болсын, қуаныш құтты болсын, қош келдіңіздер. Келген қадамдарыңызға Алланың нұры жаусын дейміз қадірлі ағайын. Енді астан дәмінен алып отырған ағайынның құлақтары сіздердің тілектеріңізде болсын. Келіңіздер бір әдемі ақ тілекті ақтарайық. Әпке, жезде, бөлі, жиен бәріңізді бір қатарға сыйғызып бірге шақырған екен. Енді мен сіздерден бірінші сұрап алайын. Бәріңіз сөйлейсіздер ма? Бәріңіз сөйлесеңіздер, мен үй жаққа барып душқа түсіп қайтып келем, жарайды? Араларыңыздан қол бастайтын көсемдеріңіз, сөз бастайтын шешемдеріңіз екі адам сөйлесін, қалғандарымыз билейміз деп тұр ғой бұл кісілер. Келіңіздер. Ассалаумағалейкум, ардақты елім деп дастарханын жайған елім, қуанышпен той-думанды бөлу үшін қорада мал қалдырмай сойған елім. Ассалаумағалейкум, ардақты елім, армысыздар, төрт көздеріңіз түгел сау бармысыздар. Міне бүгін сырты сәулетті, іші дәулетті хан сарайда Алданбаевтар жанұясында, яғни менің бөлім, Мәмірәсіл бөлімнің және Арапаттай жеңгелеріміздің жанұясында той болып жатыр. Тойларыңыз құтты болсын, бөле жеңеше, тойға ұлассын, келіндеріңіз құтты болсын. Халықтың елімізде сөз бар, келіннің аяғынан, шопанның таяғынан деп. Келіндеріңіз қызметтеріңізді қылсын, ұрпақтарыңызды көбейте берсін. Ал төлеген жігіттің үш жұрты болады дейді. Үшінші жұртың, қайын жұртың құтты болсын. Айналайын жастарым, аман болсын бастарың.
Күннен күнге көбейсін, құрбы құрдас достарың. Екеуі егіз гүлдесін, жабырқап жүдеп жүрмесін. Сыйласын ата анасын, өсірсін қызын баласын. Бақытты болыңдар, бақыттарың бүтін болсын. Ал, мен сөзге жоқпын, мен строго биге деп тұр ғой бүгісі бәрекелді. Точно қосыласыздар ма? Точно, кеңіз шара бәрекелді. Апше, жезде, тойларыңыз құтты болсын. Өзбекстаннан келіп отырмын. Келін құтты болсын, құдағила. Күйеу құтты болсын. Келін құтты болсын, жезде, апше. Өмірлеріңіз ұзақ болсын. Әрдайым осындай дастарханда, құрсаншылықтарда көрсе берейік. Өмірлеріңіз ұзақ болсын. Аруақтарының мінезіне шалына берсін. Не дейміз? Осы жерде барлық жастар жақсы ниеттерге қосыла берейік. Бақытты болсын, екі жас. Өзбекстан Ташкеннен. Салам. Бәрекелді. Әдемі тілегіңізге Алла разы болсын. Шекараны тек қана той деп қуаныш деп асыңыздар, тек қана қуаныш деп басыңыздар. Жарай ма? Баяғыда мына бөлтірік шешеннен бір жас бала кеп сұрап жатыр дейді. Сіз сияқты тілінен тікен тайған мықты шешен болғым келеді, сөзге ұста болғым келеді, не істеуім керек деп. Сөйтсе бөлтірік шешен айтады дейді. Ең бірінші қайда сөйлейтініңді біл. Содан кейін кімге сөйлейтініңді біл, неге сөйлейтініңді біл, қалай сөйлейтініңді біл. Ең бастысы сөйлемей қоятын жер болса, соны жақсы біл деп айтады дейді. Сол сияқты қалған ақ тілектің бәріне қосылып тұрған сіздерге Алла разы болсын. Іштей тілеп тұрған дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Тілекті сыртқа шығарып айтсаң мақтаныш, іштен тілеген дұға тез қабыл болады деген хадисте бар. Ақ тілектеріңіз қабыл болсын, бәрекелді. Мешайт етпеңіз, кедір келтірмеңіз. Әдемі ақ тілектен кейін бәрекелді. Қосыламыз деп тұрған кісілерге қыстау жоқ. Жақсы би болсын. Кеттік, бәрекелді. Естелікке суретке түсейік. Естелікке суретке түсейік. Келіңіздер. Естелікке суретке түсеміз, содан кейін билейміз. Келіңіз, бәрекелді. Келіңіздер. Жақсы би сіздердің құрметтеріңізге болсын. Әпке жезділердің құрметіне, бөлілердің құрметіне. Bala gül, kız bala jır, kız bala erkeniz gana bu. Men de senga kızgana bil. Kız bala gül, kız bala jır, kız bala erkeniz gana bu. Men de senga kızgana bil. Bala gül, kız bala jır, kız bala erkeniz gana bu. Men de senga kızgana bil. Kız bala gül, kız bala jır, kız bala erkeniz gana bu. Men de senga kızgana bil. Bala gül, kız bala jır, kız bala erkeniz gana bu. Men de senga kızgana bil. Kız bala gül, kız bala jır, kız bala erkeniz gana bu. Men de senga kızgana bil.
Бағана мынау біз бірінші дастарханымыздың үстінде құдалар шыққан кезде, құдалар ақ тілектерін ақтарған кезде екі жақ бір-біріне жақсы сый сияпаттарды табыстаған болатын. Алтынмен аттады, күміспен қаптады. Аллаға лайым таққандарыңызды алтын етсін, жүздеріңізді жарқын етсін деп тіледік. Содан кейін мынау тойдың иесі тәтеміз маған келіп айтып жатыр. Өй, тамада бола дейді. Мен осы торқал тойға келген барлық жақсылар мен жайсаңдарға сыйлық алдым. Соларға жақсы құнды бағалы сыйлықтарды алдым. Сол сыйлықтарды сен өте әділ түрде үлестіріп бер, таратып бер, тарқатып бер деді. Мен сол сый сияпаттарды тарқатып беруге асығып тұрмын. Бірақ сый сияпаттардың саны шектеулі болғаннан кейін ағам айтты, бір жақсылап бір конкурс ұйымдастыр. Жақсылап тұрып бір ойын ұйымдастыр. Сол ойында ортаға шыққан ағайынға құнды сыйлықтарды бер деді. Сол сый сияпаттарды мен беруге асығып тұрмын. Ойынның шарты мынандай: ешкімді билетпейміз, ешкімді жүгіртпейміз, біреудің әйелімен билетіп, я болмаса біреу жерге домалатудан аулақпыз. Таза логикалық ойын болады. Сіздердің кездеріңізде, мынау кезіндегі, сіздер өскен кезден мынау кинолардың саундтрегі, я болмаса бір передачалардың саундтрегін қазір қоямыз. Сол қай киноның музыкасы екенін тапсаңыз, қол көтеріңіз, ортаға шақырам. Егер киноны дұрыс тапсаңыз, мен сыйлықты беруге әзірмін. Мынау ең басына жай ғана бір музыканы көре салайық. Тапқан адам қол көтерсін, айғайлаған адамдық саналмайды. Бәрекелді. Келіңіз. Рахмет. Қош келдіңіз. Есіміңіз кім? Жанна. Жанна хан. Қандай киноның музыкасы бұл? Мен енді бұны өзбекшесін көргем, іштегі ішік деген бұл. Бәрекелді. Бәрекелді. Служебный роман. Мен өзбекшесін білмеймін, содан кейін айтып жатырмын. Бәрекелді, өте дұрыс. Өте дұрыс. Көрдіңіз ба, мынау бағалы сыйлық сізге. Бірден 3 сыйлыққа ие болып жатсыз. Міне тур осы сияқты бәріңіз қатысыңыздар. Бүкіл бағалы сыйлықтарды береміз. Тәтем айтты, бұның бәрі бағалы сыйлық деді. Ең арзаны 800 теңге, ең қымбат 1000 теңге тұратын сыйлықтар деді. Бәрекелді, керемет. Сондықтан енді әрі қарай жалғастырайық. Келесі киноның музыкасы болсын. Ай, бәрекелді. Әкпе келіңіз. Сіз, я бәрекелді. Ай, бәрекелді. Бәрінен бұрын қол көтерді ғой. Ай, рахмет. Қош келдіңіз. Есіміңіз кім? Атым Айжамал. Айжамал хан. Қандай киноның музыкасы бұл? Турецкий, адаспасам турецкий фильм «Королек птичка певший» деген. Дұрыс деп айтайын десем дұрыс емес, қадірлі. Бәрекелді. Дастархан төріне оралыңыз. Сіз білесіз ба? Сіз келіңіз. Жоқ, сіздің артыңыздағы. Жүректегі бұзған сезім қамалыңды сағынумен жүрмін. Қош келдіңіз. Есіміңіз кім? Есімім Дариға. Қандай кино? Чолықшы. Дұрыс емес, бәрекелді. Мен сізге сыйлық бергім келіп отыр, дұрыс емес негізі. Кеңші сіз келіңіз. Ай, мына кісі біледі оны. Бәрекелді. Қош келдіңіз. Есіміңіз кім? Динара хан. Қандай кино? Турецкий сериал зерді. Немене бәрі шатастырып жүрсіңдер? Сонша көп сериал көріп ұстағасыңдар. Міне, қараңыз. Қандай кино? Айтасаңыз, баламен шықпай. Кеңіз. Қыналы қар. Өте дұрыс айтады. Қыналы қар деген кино. Мынау сыйлық сізге. Бәрекелді. Өздеріңіз сатып алған сыйлықты өздеріңіз алыңыздар, жүйіп жақсы болса. Бәрекелді. Рахмет. Той құтты болсын. Мына төрдегілер сіздер жақсылап ат салысып отырыңыздар, бәрекелді. Келесі кино. Неужели это эпилог? Пусть помнят титанов. Люди расцветают и засыхают, как колосья на полях. Но эти имена никогда не умрут. Пусть говорят, он жил во времена Гектора. Пусть говорят, он жил во времена Ахиллеса. Айғайлаған адам қабылы қол көтеріңдер, қайсы. Келіңіз, бәрекелді. Жүріңіз, кеттік. Ай, бәрекелді, той құтты болсын. Ай, бәрекелді.
Рахмет. Мен енді ойлағам. Рахмет. Есіміңіз кім? Айша. Айшахан, мен негіз ойлағам. Осыны қазір жігіттер табатын шығар енді, жігіттер қатысатын шығар деп. Қайдан? Троя деп бар жақтан отырып айғайлап отыр. Сыйлығыңыз құтты болсын. Мынау енді мен ойынның кішкене шартын күрделі қылайыншы. Ойынның шартын күрделі қылайын. Келіңіз. Сіздің сыйлығыңыз уайымдамаңыз, сыйлығыңыз күймейді. Мен сізге қазір бір сыйлық күйем, сыйлық қоям. Бәрекелді. Сол сыйлық, мынау сыйлық мен сізге беруге асығып тұрмын. Бірақ енді мен сізге қазір бір сұрақ қоям. Сол сұрақты тапсаңыз, мен сізге екінші сыйлықты беремін. Өйткені бізде сыйлықтың саны өте көп деп жатыр. Сондықтан Айша ханым, сізге енді оңай сұрақ қояйын ба, қиын сұрақ қояйын ба? Оңай сұрақ қоям. Ең оңай сұрақ. Жоқ, қою керек болып тұр. Қай дәрігер өзінің пациентіне үйленбейді? Қай дәрігер өзінің пациентіне үйленбейді? Міне, қазір қараңыз, қарап тұрыңыз, ай бәрекелді. Өзім барайыншы ағам осы. Ветеринар. Дұрыс айтады, мал дәрігер өзінің пациентіне үйленбейді ғой, дұрыс айтады, бәрекелді. Сыйлығыңыз құтты болсын. Дастарханның төрінен орын ала беріңіз, бәрекелді. Ойынға жақсылап ат салысып отырыңыздар енді мынау. Төрдегі жақсылармен жайсаңдар, мына құдалар жақтағы жақсылар тойға ат салысып отырыңыздар. Әдей, сіздер үшін дайындалған ойын деп білерсіздер. Келесі кезектегі музыканы жасыр. Келіңіз. Ай, бәрекелді. Өзді сол кинодағы бір кейіпкерге ұқсайды бұл кісінің өзі. Бәрекелді. Қош келдіңіз. Есіміңіз кім? Құттыбай. Құттыбай мырза, қандай кино? Kurtlar Vadisi. Polat Alemdar. Дұрыс айтасыз. Көкжалдар мекені. Бәрекелді. Мінекей, мынау сыйлық сізге. Кетпеңіз енді, кетпеңіз, келіңіз. Енді мынау елге қойып жатқан сұрақты сізге де қояйын да, Көкжалдар мекені деп жатыр. Қараңыздар, сол киноны көрген кісілер бар ма араларыңызда? Көкжалдар мекені кім көрді? Мематидан аумайды? Байқап тұрсаңыздар, бәрекелді. Сізге де бір сұрақ қояйын. Оңай сұрақ қояйын ба, қиын сұрақ қояйын ба? Қоя бер дейді. Сізге бір орташа сұрақ қояйын. Суыққа ең төзімді құс қандай құс? Суыққа ең төзімді құс қандай құс? Сауысқан емес, ойланыңыз. Ай, бәрекелді. Кім айтты? Ағам айтты ғой, бәрекелді. Кеңіз. Бәрекелді. Әкеміз келе жатыр, әкемізге қошемет. Рахмет. Суыққа ең төзімді құс қандай құс? Қарға. Бір сыйлық бере қояйын деп едім, оның өзі дұрыс. Дұрыстап ойланыңыз, суыққа ең төзімді құс. Пингвин емес, қандай құс? Дұрыс айтады, суыққа ең төзімді құс ол акарачка. Қысы жазы Бразилдіктің ішінде жата берді ғой. Сыйлық жоқ, сізге барыңыз енді. Бәрекелді. Шығып ап қарға деген емес ол. Ал, келесі кезектегі музыка. Құдалар қазір атсалысады осыған. Құдеке келіңіз, құда келсін, құда. Бәрекелді. Құданың өзі ат салысып жатыр ойынға. Қош келдіңіз. Қандай кино? Бриллиантовая рука. Өте дұрыс айтады. Бұл бриллиантовая рука деген кино. Мынау сіз үшін арнайы сыйлық. Сынбайтын шайнек, сынса қайтып қалпына келмейтін шайнек қабыл алыңыз біздің атымыздан. Құдаға да мен сұрақ қоям. Сұраққа дұрыс жауап берсе, мен екінші сыйлықты берем құдаға. Құдеке, сізге ең қиын сұрақты қоям. Бұл сұрақты сіз табатыныңызға мен күмәнсіз сенем. Сіздің есіміңіз кім? Нұрболат. Өте дұрыс жауап. Нұрболат бұл кісінің есімі. Өте дұрыс жауап. Маладес. Екі сыйлық алған жалғыз адам. Құтты болсын, дастарханның төрінен орын ала беріңіз. Құдаға ауыр сұрақ қой қоймайды. Осындай сұрақтар қою керек құдаларға. Бәрекелді. Тағы бір музыка жіберші. Келіңіз. Аға келіңіз, аға.
Бәрекелді. Молодец. Вечердан қалмайтын Тұра тұрыңыз. Ағамда қол көтеріңіз. Сіз де келіңіз, сіз де келіңіз. Келіңіз. сұлу қыз Болды ма? Болды. Ау, қандай кино? Мимино. Дұрыс айтасыз, Мимино. Бәрекелді. Енді ағама сұрақ қоямын. Ағама сұрақ қоямын. Қазір ағамның 2 сыйлығын беруге мен дайын тұрмын. Аға, айта қойыңызшы, сізге ең қиын сұрақ. Жеген сайын жылатады, ол не? Жеген сайын жылатады. Жеген сайын жылатады, жеген сайын жылайсың. Жеген сайын жылатады, ол не? Қалампар шығар. Жоқ, дұрыс емес. Сіз келіңіз, келіңіз. Келіңіз, сіз біліп тұрсыз ғой. Бәрекелді, біліп тұр ғой. Бәрекелді, келіңіз. Енді келсеңіз, сіз таптыңыз ғой енді. Айтқыңыз келмей тұр ма? Жеген сайын жылатады, ол не? Дұрыс айтады, жеген сайын жылатады, ол таяқ. Адам таяғы жеген сайын жылайды ғой, дұрыс па? Сіз оң дәмін қайдан білесіз деймді, бәрекелді, о таяқтың дәмісіз не біліп жүрсіз. Екі кісіге 2 сыйлықты табыс етейік, қабыл алыңыздар. Мынау аға сізге, мынау сізге, бәрекелді. Сыйлықтарыңыз құтты болсын. Дастархан төрінен орын алыңыздар. Бәрекелді. Қанша сыйлық? Ой, сыйлық жетер әлі, уайымдамаңыздар. Тағы бір кино бар ма? Жібер. Бәрекелді. Кел. Төрдегі, я, брат, келіңіз. Айналған тойдың сәніне. Қош келдіңіз. Қандай кино? Титаник. Өте дұрыс айтады. Титаник деген. Мынау сізге. Құтты болсын. Сізге енді бір сұрақ қояйын. Оған дұрыс жауап берсеңіз, мен сізге тағы да бір сыйлықты беруге дайын тұрғандығым белгілі. Бұл кісіні жаңа сөйлеген сөзінен ақ байқаған шығарсыздар, адамның өз сөйлеудің өзі қиын. Десе мен қазір бұл кісіге бір жақсы сұрақты қояйын, соған жауап беретін болса, мен 2 сыйлығын табыс етуге дайынмын. Мынау ғалымдардың дәлелдеу бойынша осы жақында ғана 2023 жылы зерттеу жүргізді да ең қиын жұмыс деп сол жұмысты айтты. Сіз айта қойыңызшы, ең қиын жұмыс қандай жұмыс? Білмедім деп жатыр. Ойланып көріңіз. Ең қиын жұмыс, оны бәрі біледі. Ең қиын жұмыс. Бәрекелді. Ең қиын жұмыс. Ағамды мен дастарханның төріне отырғызайын. Бұл сұрақпен біраз жүретін сияқтымын ғой мен елдің арасында. Келіңіздер, рахмет. Мынау сыйлығыңыз құтты болсын. Мына жақта қол көтеріп жатқан кісілер бар екен. Сол кісілерге. Мына кісі қол көтеріп, мен әлемдегі ең қиын жұмыстың қандай жұмыс екенін білемін дейді. Сондықтан мен сұрайын. Әлемдегі ең қиын жұмыс қандай десем, қолын көтерді. Әлемдегі ең қиын жұмыс қандай жұмыс? Тамада болу? Жоқ, неменесі қиын? Күнде бар. Мына кісі бағана бірдеңе айтып отыр өзі. Не дейсіз? Бағаналы берген естімедіңіз ба не? Бағаналы беріп біздің стол неше сұраққа жауап бердіңіз көмек. Бәрі, мына кісі ұрыстайын деп жүр ғой. Бәрі. Бірдеңе біліп шақырған, ұрыстайын деп шақырып жүрген адам. Келіңіздер. Әлемдегі ең қиын жұмыс қандай жұмыс? Әйелдердің жұмысы, үйдің тіршілігі. Жоқ. Ондай емес, вообще ондай емес. Міне ағам біледі. Әлемдегі ең жұмыс қандай жұмыс? Тамақ жеу ғой, ең қиын жұмыс. Сіз қатты қиналып жүрген сияқтысыз ғой, Бәрекелді. Ең қиын жұмыс істеп жүрген сияқты ғой, кеңісші. Қандай жұмыс? Әйелдердің жұбайына қызмет ету жұмысы. Ол да қиын емес, бәрекелді. Мен енді оны мына неге қағазға жазып алғам. Мына жақ біліп отыр екен ғой. Келмесең жұлайын деп тұр ғой қазір, бәрекелді. Келіңіздер. Қандай жұмыс? Банядан соң гамаш кию. Ай, бәрекелді, өте дұрыс айтады. Бәрекелді. Мынау сыйлық кеңші бер қарай, бері кеңші. Бәрекелді. Өте дұрыс айтады. Банядан кейін гамаш кию ең қиын жұмыс адам үшін. Бәрекелді. Мынау сыйлық сізге. Тағы бір сыйлық беріңізші.
Мынау сыйлықта сізге тағы бір сыйлық беріңізші. Мынау сыйлықта сізге тағы біреу беріңізші. Бере беріңіз. Мынау сыйлықта сізге, енді осының ішінен біреуін таңдабаңыз, қалған ойынға керек маған. Рахмет. Тағы бар ма музыка? Бар, саматта ондай музыка көп жетеді. Бәрекелді. Жіберші бір музыканы. Ойбай. Біліп көтердіңіз бе, өтірікті ұрыстайын деп көтере салдыңыз ба? Келіңіз, қош келдіңіз. Қандай кино? Чундачан. Айбай, ой, бағанадан бер, ой, енді қараған кезде өстейді ғой, бұлар бар ғой. Кеңсіз, ой, бәрекелді, міне, жоламаймыз. Әй, дұрыс, шурик бар ғой шындай, бәрекелді, шурик бар ғой шындай. Кеңсіз, сізге. Әй, бәрекелді. Ал енді келесі мынау, құдалар қазір ағам табады келесі киноны. Келесі киноны ағам табады. Ешкімге қарамай тұрып алайын, бостан битті. Бәрекелді. Қайсы, құда бала, молодец. Сен точно маған көтеріп отырсың, ар жаққа көтеріп. Қош келдіңіз. Қандай кино? Султан Сулейман великолепный век. Бәрекелді. Султан Сулейман великолепный век деп жатыр. Мінекей, көлік мініп қайттым дерсіз. Келіңіз Құдеке кетпеңіз. Бәріне беріп жатқан сыйлық қой, мен де сізге екінші сыйлықты берейін. Мен енді қазір не дәлелдегім кеп тұр? Мен құдалардың ойының ұшқыр екенін, бұлардың санасының жылдам екенін, өресінің биік екенін дәлелдейін деп тұрмын. Мен қазір құдаңа ең қиын сұрақты жасыратын болам. Құда міндетті түрде оны тауып алатын болады. Құдеке, қараңыз, сізге қиын сұрақ. Мынау жақта сіздің оң аяғыңыз. Мынау жақта сіздің қай аяғыңыз? Сол аяғым. Өте дұрыс айтады, көрдіңіз ба міне Құдеке деген. Оң мен солын білетін қандай керемет жігіт. Бәрекелді. Оң мен солын танитын жігіт. Бәрекелді. Екінші сыйлығыңыз құтты болсын. Бәрекелді. Құдаға қошеметтеріңіз болсын. Рахмет. Бәрекелді. Ең соңғы тағы бір музыка бар ма? Varlığın yakıyor, yokluğun yok ediyor. Мен бүгісін сыйлық жинап отырдым, бүгіс тарап жүр ғой бәріне. Қандай кино? Жоқ, қайта түріктердің музыкасын қоймасында. Қазақша бәрекелді. Қазақшасын музыкасын қоямыз. Көсемдегі музыка. Дұрыс емес. Бәрекелді. Әбдісамат, басың істей ма, не қып өңкөй түріктердің музыкасын тақып бекесің сен? Ал, түріктердік емес, ал. Келіш. Бәрекелді. Қандай кино? Дұрыс айтады, келін деген кино. Бәрекелді, міне кейіңіз. Тағы бір музыка жасырайын десем, сыйлықтың пакеті ғана қапты. Бәрекелді, рахмет. Қадірлаған, қазір мына ойындарымыз жалғасатын болады. Ойындарымыз Әбдісамат оғы дейін бір жақсы әдемі ақ тілектерді, жақсы сыйлықтарды қазір алып келеді. Содан кейін тағы бір жақсы сыйлықтарды ұйымдастыратын боламыз. Осы жердегі ата-аналардың да достары деп жатыр, әріптес деп жатыр, дос деп жатыр. Молдамен жолдас болсаңыз, намазың қаза болмайды. Ұрымен жолдас болсаңыз, қазаның таза болмайды. Гаишникпен жолдас болсаң, ойланбай қызыл өтесің. Алқашпен жолдас болсаң, апталап күжілдетесің деп жатады. Осы жердегі ағам мен тәтемнің достары осындай тойда ақтарып тұрады, жылы лебіздер сатталып тұрады.
жүректегі әдем ақ тілектері жатталып тұрады деп әулеттің достары Бақтияр, Жұман, Дариға атты кісілерді, одан кейін осындағы Төлегендей Аптал Азаматтың достары, әріптестері Шоқан Түймебайұлы бастаған, Нұрбек Қамбарбекұлы қоштаған, Нұрлан бастаған барша достарыммен ортаға алдырайын. Әулеттің достары да, жастардың достары да, және де әріптестер де ортаға келсін. Әдем ақтық айтты. Гүлдердің жапырағындай шайнап тұр ақ дастархан, алып ұшып көңіл серпін жанғандай. Көтерейік кәні достар махаббат үшін, үзілген сөнген үміттер қайта жалғансын. Көтерейік кәні достар мол бақыт үшін, осы күнге жете алмаған жан достар үшін. Бәрекелді, қош келдіңіздер. Әулеттің достарында, осы достардың санатында деп, мынау жалпы дос деген ұғымға лайық жандардың бәрін бір тілекке топтастырып алып шыққан екен. Сол кісілердің әдем ақ тілектерін тыңдай отырайық. Сіздерден бастайық, келіңіздер. Ассалаумағалейкум. Кеш жарық құрметті алыс жақыннан келген қонақтар. Петропавл қаласынан, Павлодардан келген ба? Павлодар қаласынан келген құдалар, төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Мамарасыл Арапат жасап жатқан тойларың құтты болсын. Құда қаласа екі жас бақытты болып, өзінен өніп өсіп, ұрпақтарыңды көбейдіре берсін жаңғырушыларды. Құда қаласа елдің туын көтеретін, Қазақстанның туын көтеретін жақсы азаматтар болып жетілсін, жақсы семья болып жетілсін, үлгілі семья өздеріңе ұқсап. Құда қаласа, мынау Павлодардан келген қонақтар, құдалар. Мен мына Арапат құдағиларыңыздың кластасымын, 10 жыл оқыған. Бұл Арапат деген құдағиларыңыз мектепте өте үздік оқыған, отличница болған. Одан пединститутты бітіріп, міне мұғалім болып Петропавлда істеді, Павлодарда істеді. Көп жастарға тәлім тәрбие берді. Құдай қаласа, бұның өсірген баласы өте мықты, Мамарасыл екеудің өсірген баласы өте бір мықты, Қазақстанға еңбегі сіңетін азаматтар болады деп мен кеміл айта аламын. Құдай қаласа, бұл семьядан еш жамандық көрмейсіздер, оған 200% гарантия беремін, потому что Арапаттай бір тәрбиелі қыз біздің класста кемеді. Сол үшін мен Арапатты жақсы білгенім үшін сіздерге айтып адамын. Мамарасыл құрдасымызды енді Мамарасылдың жолдастары айтпаса, мен енді оның қаншалықты көп біле бермеймін. Бірақ Арапатпен 10 жыл оқыған үшін мен сенің осындай анаң бар екеніне, атың боламын? Төлеген. Сенің осындай анаң бар екеніне өте қуанып, не қылып жүрсең болады. Құдай қаласа, келін бала, осы қайненеңдей ана болсаң, бұл Қазақстанның ең бақытты бір семьясына айналасын. Құда қаласа барлықтарыңызға осындай той жұғысты болсын, той-тойға жалғаса берсін. Құда қаласа тек тойда кездесейік. Рахмет барлықтарыңызға. Сендерге той құтты болсын. Сәлеметсіздер ме, бүгін мына осы тойға жиылған көпшілік. Арапат, тойларың құтты болсын, балдарың бақытты болсын. Осылардың қызығыны көріп, ұрпақтарын көбейтіп жаңбыршының жүре берсін, балдарыңыз бақытты болсын, тойларын құтты болсын тағы да. Сау болыңдар. Кеш жарық құрметті қонақтар, бүгін барлығымыз керемет жаңадан құрылып отырған отбасының куәгері болып отырмыз. Мен өзім Павлодар қаласынан келіп отырмын. Басқа Төлегенді мен өзім жақсы білем. Төлеген бізде Павлодар қаласындағы Павлодар облыстың ең үздік мектептерінің бірінде білім алған. Жай ғана білім алмай, ең үздік оқушылардың бірі болған. Сол жерде өзіміздің ПГУ-ды бітіріп, сол жерде үздік мұғалім болды. Қазірде Төлегеннің оқушылары Төлегенді жақсы көреді. Төлеген өзі жақсы ұстаз, жақсы әріптес.
Енді екі жасқа тілерім, шаңырақтар биік болсын, әрқашан бақытты болыңдар, екі жақтың ата-аналарын бақытты қылыңдар. Келесі жолы тойда кішігірім сәбилердің бесік тойында кездесе берейік. Барлық жақсылық тілеймін сендерге. Құрметті тойшы қауым, қайырлы кеш, барлықтарыңызға той құтты болсын. Аға жезде сіздердің қондырып жатқан құстарыңыз құтты болсын. Құрметті құдалар, төрлеріңіз құтты болып, құдалықтарыңыз мың жылдық болсын дейміз. Енді жаңа әріптесім Шоқан мырза айтқандай, Төлеген бауырымыз, әріптесіміз Павлодардың ең мықты мектебінен қазір Астанаға ауысып, Зерде деген мектепке келіп отыр. Мен де сол мектептің өкілімін. Енді Төлеген әріптесіміз аз уақыт ішінде тез арада коллективге сіңісіп, өзінің білікті, креативный маман екенін көрсетіп жатыр. Енді құрметті жастар, Төлеген мен Қарлығаш, құрып жатқан шаңырақтарыңыз биік, босағасы берік болсын. Үйдің іші жанға, үйдің сырты малға демекші. Сіздерге тек қана тату да тәтті, сүйіспеншілікке, сыйластыққа толы, баянды ғұмыр тілейміз. Тойларыңыз тағы да құтты болсын. Ассалаумалейкум ағайын. Көке, келіндеріңіз құтты болсын. Құдалықтарыңыз мың жылдық емес, мәңгілік болсын деп тілеймін. Құдалар, сіздерге күйеулеріңіз құтты болсын. Мен Төлегеннің бір 10 жастан бірге өскен класстас досы боламын. Павлодардан келді құттықтап. Жігіт десе Төлегенді айту керек міне. Жібегін тапқаны құтты болсын. Отбасыларың бақытты болсын, махаббаттарың баянды болсын, үлгілі, сыйлы отбасы боларыңды тілеймін. Бақытты болыңдар, барлық жақсылықтар тілеймін. Айтылған тілектер періштенің құлағына шалынсын. Сол демекші, бүкіл класстастар атынан құттықтауымды жеткізуге рұқсат етіңіздер. Рахмет. Еңбектеріңізді ел бағалап, өрге тастарыңыз өрлөсін. Қараңғыда жол табар, жаққан шамдарыңыз сөнбөсін. Бастарыңыз аман, бауырларыңыз бүтін болсын. Шаңырақтарыңыздан түзу шыққан түтін болсын. Бастарыңызда ханға лайық күтім болсын деп тіледім сіздерге. Ақ тілектеріңіз қабыл болсын. Той иелері естелікке бір суретке түсіп алыңыздар. Жақсылармен, тілек айтқан жақсы жайсаңдармен құттықтасқаннан кейін барып, сіздердің құрметтеріңізге қазір ән салатын болады. Осындағы Ерғалидың ұл-қызы. Мынау енді достардың, әулет достарының құрметіне осы жердегі мен жас болса да хас өнерпаз ұл қыздарыңыз Ерасыл мен Айзерені ортаға алдырайын. Ерасыл мен Айзере ортаға келгенше, дау қадірлағайын жақсы әнге күә боласыздар сіздер. Осындағы Ерғалидың ұлы қыздар. Екінші микрофонды бере салыңыздар. Қошемет, шапалақтарыңызбен Ерасыл мен Айзере келсін ортаға. Жақынырақ келіңіздер. Жақынырақ келіңіздер. Ән тыңдаңыздар.
Ерасыл мен Айзереге деген қошеметтеріңіз болсын, қадірлі ағайын. Ағам бар менің деп мақтанып марқайып ән салып жатқан Ерасыл мен Айзереге мың алғыс қошеметтеріңіз болсын. Алғыстарыңыз соққан алақандарыңыз болсын. Өнер сатылмайды, өнер бағаланады. Бағалағандарыңыз сіздің тікелей соққан алақандарыңызды деп білемін мен, қадірлі ағайын. Айзере мен Ерасылды қошеметпен шығарып салайық, бәрекелді. Енді мен, қадірлі ағайын, балдай 2 жасты ортаға алдырайын, қадірлі ағайын. Балдай 2 жасты мен ортаға алдырайын. Бәрекелді. Қошеметтеріңізбен бүгінгі торқал тойымыздың нағыз себепкерлері. Бүгін міне ұлықты ұл болып, қылықты қыз болып, бой жетіп, ер жетіп, бірін-бірі табысып, ата-аналарын табыстырып жатқан бүгінгі тойдың нағыз себепкерлері, бүгінгі күннің нағыз кейіпкерлері. Балдай 2 жас ортаға келсін. Ұнамайды сен, ұнайсың, маған ешкім шыдамайды, сен шыдайсың. Бәрекелді. Бәрекелді. Бақыттың базарында тек қана жаратушы Алланың назарында. Жер бетінде ғасыр жасаған ғашықтардан болуларыңызды Алла нәсіп етсін дегіміз келеді. Енді сіздерді шақырғандағы себебім бүгінгі сіздердің торқал тойларыңыздың құрметіне сіздер үшін дайындалған тәтті нан, бәліш, бір жерде торт деп жатады, сол бар екен, сонымен ортаға алдырайын деп шештім. Бұл енді қазақтың дәстүрінде жоқ болса да, ырымы тілеуі жақсы нәрсе. Балдай 2 жастың құрметіне торт келсін ортаға. Бәрекелді. Бәрекелді, қадірлі ағайын, енді біз жаңа ғана сөзіміздің басында бекер айтқан жоқпыз. Бұл енді қазақтың дәстүрінде болмаса да тілеуі жақсы нәрсе деп. Бәрекелді, бұл енді 2 жастың өмірі осы тәтті нандай, балдай болсын деген ниетпен беріліп жатқан ас. Сондықтан енді ас үйдің бүгіннен бастап иесі өзіңіз, сондықтан қалаған жеріңізден бір кесім кесіп алыңыздар. Біз ана басқа тамадылар ұқсап пышақ алып келмеген ба, бәрекелді. Жақсылап тұрып кесіңіздер, бір тілім ғана кесіп алсаңыз болады. Махаббатым, мархабатым, менің толғаным, түсінетін сенде кім бар? Рахмет. Бәрекелді. Біз енді ана басқа тойдағыдай жүгіріп барып мынаны әкеңнің аузына сал, бір қасық шешеңнің аузына сал дегенді істемей-ақ қояйық. Өйткені оның тілеуі дұрыс емес нәрсе. Өйткені қолы өзінің аузына өзі жететін адамның аузына біреудің тамақ салуы біздің қазақта жалпы жақсы емес. Ал мұсылманшылыққа келсек, ері мен әйелі бір-бірлеріне мейірлене қарап, бір-бірлеріне астан дәмнен еркелетіп беріп қойса, ол енді оның әбестігі жоқ екен. Сондықтан еріңізге біраз атсаңыз болады. Бәрекелді. Рахмет. Тәтті ме екен? Тәтті деп жатыр. Тағы біреу беріңіз. Жоқ, сіз бермей тұра тұрыңыз. Тәтті деп жатыр ғой, тоймай қалды мына кісі. Тағы да беріңіз. Бәрекелді. Тәтті ме екен? Тәтті дейді. Тағы беріңіз, бәрекелді. Тәтті деп жатыр ғой. Бәрекелді. Қалай, тәтті ме екен? Өте тәтті. Өте тәтті дейді. Тағы беріңіз. Бәрекелді. Тәтті ма? Өте тәтті. Бере беріңіз, бәрекелді. Торт көп қой, уайымдамаңыз. Өте тәтті дейді, бәрекелді. Болды ғой, мен жедім ғой, келейін сен де же деп айтады екенсің. Өте тәтті де қой, ұрып жатыр деген сен, бәрекелді. Ай, молодец. Бәрекелді. Ай, бәрекелді. Рахмет. Болды, маған бересіңіз. Бәрекелді. Бұны мына жаққа қарай қоя салайық. Мына жақтағы қыз жігіттердің, сіздер кетпеңіздер, мына орталарыңыздағы
қызмет етіп жүрген қыз жігіттерден өтініш, не болмаса мына дастарханның иелерінен өтініш. Маған 2 бокал беріңіздерші. 2 бокал беріңіздер. 2 бокал беріңіздер. Бәрекелді. 2 бокал, аха, 2 бокал. Бәрекелді. Бәрекелді. Келіңіз. Мынау енді 2 бокал. Бағанадан бері үлкен кісілердің әдемі ақ тілек айтып жатыр ғой. Соның бір жақсылыққа жол бастап кетейін деп тұрмын, жұмысын бітейін деп жатқан кезде. Мен сіздерге қазір 1 минут уақыт берем. Бәрекелді. Қарлығаш, сіз арғы дастарханнан, сіз мына жақтағы бергі дастарханнан 1 минут уақыттың ішінде қанша болса сонша күміс теңге жинап беріңіздер. Жарай ма? Күміс теңге. 59, 58. Күміс теңге, күміс. Қалмайын таппай, қалмайын таппай. Сүйгенім бол, маған жоқ сенсіз басқа жол. Сүйгенім бол, бірге өтсем өзіңменен арманым сол. Сүйгенім бол, маған жоқ сенсіз басқа жол. Сүйгенім бол, бірге өтсем өзіңменен арманым сол. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Молодец. Қазір кімдік ауыр болса, сол адам үйдегі ақшаны ұстайды десің. Өтірік айтам. Сіздікінің салмағын көрейік. Ой, тоқ, мұнан кім салып жіберген? Мен күміс жинадым. Жоқ, күміс бола берсін ғой. Мұнан кім салып жіберді? Кім салды мұнан? Біреуін сіз салдыңыз. Мұнаны кім салды? Бұл қайтпайды ғой, білесіңдер ма? Мен бұны қайтармаймын кәз. Мұна жақта біреу сырғасын, сақинасын. Ой, сендерге мен теңге жина деген сияқты едім. Украшение жинақ бөгендер несіңдер? Бәрекелді. Қадірлі ағайын, енді сіз қолыңыздағы беріңіз. Үйдегі ақша бәрі сіз ұстамайсыз. Баяғыда мен ұстаймын деп айтқам, Каспий картам қайда екен Құдай біледі. Бәрекелді, ана сіз келіңіз. Анасы келіңіз ортаға. Әрапат анамыз ортаға келсін. Молодец, бұл кісіге орамал тауып кел дедім. Орамал жайып отырыңыз. Жайыңыз, жоқ, жерге емес, алақаныңызға жайыңыз. Алақаныңызға жайыңыз, аха. Сіз енді анда күмістің бәрін салыңыз маған. Күмістің бәрін салыңыз. Болды. Мынау енді, бұл не үшін дейсіз ғой? Мынаны жақсылап түйіңіз мынаны. Мынау біздің қазақта ұлды бол, қызды бол, 40 күн өткеннен кейін 40-нан шығару деген рәсім бар ма? Сондай рәсім бар. Алла қаласа 9 ай 10 күннен кейін шаңырақтарыңызға шекес торсықтай ұл кесін, немесе күлім көз қыз кесін. Со көзде күміс суды салып, күміске салып шомылдыру деген болады. Со көзде мұнаның бәрін сіз соған саласыз. Ағайын туыстың жинап берген ниеті деп біліңіз, жарай ма? Сүт болмай қалды деп, мына жақта төлегенді әлгі магазинге жібере сап, құртып ұстап жүрмеңіздер, ағайын туыстың ниеті бұл. Ана, біреу сырғамды бере сап едім, қайтар, сақинам қайтарса бермеңіз, болды, оның бәрі қайтпайды, бәрекелді. Той құтты болсын, қуаныш құтты болсын, бұл ағайын туыстың ырымы. Тілерім бесіктеріңіз балалы болсын, Алла қаласа ұрпақтарыңыз лайым, саналы болсын. Сіздерге сұрақ қоймаймын, миларыңызды ашытпаймын. Сіздерден бұрын шаңырақ көтерген адам ретінде сіздерге бірақ тілек айтам, бірақ ақыл айтам. Ешқашан ұрыспаңыздар. Бір күн ұрыс болған үйде 40 күн береке болмайды. Ұрысқаннан мүйіз шықпайды. Ұрысқаннан мүйіз шықса, мұна отырғандардың біраз қарағайдай мүйізімен келетін еді. Көріп тұрсыңдар ғой, ешқайсында мүйізі жоқ, бәрекелді. Сол сияқты әрдайым бақыттың базарында, Алланың назарында аман есен жүрулеріңізді Алла нәсіп етсін. Балда 2 жас төрге жайғасыңыздар. Той құтты болсын, қуаныш құтты болсын. Бөлексің, жаным бөлексің, күнімде оянуға себепсің. Бөлексің, жаным бөлексің, ауадай жаным маған керек. Қадірлі ағайын, енді мынау жақсылармен жайсаңдар, осындағы жаңбыршылардың ішіндегі өкілдері бар, өздері бар деп жатыр. Нұрмат Мадина, Дәурен Гүлдана, Жұман Замира, Баймұрат Азиза, Тайыр Елнұра, Қабыл Алтынай,
ниет қуат жұбайлар мен Есімхан Дәулет, Есмірза Әкбар, Құттыбай, Марат, Талғат, Ерғали, Қанат, Самат, Әли Акбар, Бекжан, Әділбек, Ерлан, Асанәлі, Әшімов, Ғани Қасымов, Кәрім Мәсімов бәрі жұбайларымен деп жатыр. Қайнағаларды, жеңгелерді, жалпы жаңбыршыларды мен ортаға шақырасылайын. Ортаға келіңіздер әдем ақ тілек айтып, беріңіздер қадірлі ағайындар, келіңіздер жақсылар мен жайсаңдар. Қайнаға жеңгелер қайдасыздар, қайнағалар. Есімнің таңырдың, беледі таңға ден, есімнен айрылдым, көрмедім содан кейін, есімнен таңырдың, беледі таңға ден, есімнен айрылдым, көрмедім содан кейін, көрдім де құлап қалдым, бір көріп ұнап қалдым, сиқырлы сезім әкетті, әлемнен жырақтадым, көрдім де құлап қалдым, бір көріп ұнап қалдым, сиқырлы сезім әкетті, әлемнен жырақтадым. Ал, бәрекелді. Сыртқа шығып кеткен ағайындар болса, тойдың қызығы сыртта емес, іш жақта деп айта салыңыздар. Ал, бәрекелді. Жақсыларым мен жайсаңдарым, қайнағалар, жеңгелер, осындағы 90 ауыз сөздің тобықтай түйін таяғында біздің тойымыздың иелері ретінде сіздерден де бір әдем ақ тілек сұрағымыз келіп отыр. Келіңіздер, ал өздеріңізден бастайық. Рахмет тамада. Кешарақ құрметті қонақтар, міне бүгін Мәмәрасыл ағамыз ұлын үйлендіріп жатыр екен. Құтты болсын, көке, жеңге, енже, нешек бақытты болсын, жастарымыз бақытты болсын. Құдалар төрге шыққаны құтты болсын, құда қаласа. Тойлар бола берсін, құда қаласа, дастарханыңыз жақсылыққа жайыла берсін. Бақытты болсын жастарымыз. Көке, жеңше, тойларыңыз құтты болсын, тойларыңыз тойға ұласа берсін, жастар бақытты болсын. Осы отырған қонақтардың бүгін қатысқанын барлықтарының үйінде той болсын. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар. Көке, келін құтты болсын. Құда-құдағиларыңыз төрге шыққан құтты болсын, екі жас бақытты болсын. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар. Тәтешінші, той құтты болсын, келін құтты болсын. Құда-құдағилар төрге шыққандарыңыз құтты болсын, күйеу құтты болсын сіздерге. Төлеген інім, қондырған құсын құтты болсын. Келінмен бақытты баянды ғұмыр кеш. Алланың назарда бақыттың баларына жүре бер. Жүзіңнен күлкі кетпесін, денің сау болсын. Қайнаға Арпыдапай, тойларыңыз құтты болсын. Тойларыңыз тойға уласа берсін. Жастар бақытты болсын. Төлеген Қарлығашпен бақытты болып, биыл есікті жыл болса, келесі жылы бесікті жыл болсын. Ата-аналарын қуантырып жүре берсін. Тойлар құтты болсын. Рахмет. Баяғыда бір данышпан айтқан екен ғой, тойға барып тілек айтқандар бақытты, қосылып кеткендер одан да бақытты деп. Бәрекелді. Қосылып кеткендердің қатарынан болыңыздар. Бәрекелді. Мына ағам бағанан бері би сұрап жүр. Мына кісі бағанан бері би сұрап жүр. Бүгін дұрыстап бір терім шығарып билей болмасам үйге барып дұрыс ұйықтай алмаймын деді маған бағана. Осы кісінің құрметіне бір би болсын, сосын сөйлемеген азғантай ғана кісі солардың тілегін тыңдаймыз, содан кейін той иелерін тыңдаймыз. Аяғына дейін шыдап жатқан сіздерге көп Алла разы болсын. Аттарыңыз жүреген, иттеріңіз үреген, ұрпақтарыңыз лайым шетінен шіреген болсын деп тілер. Тек қана тойда бастарыңыз қосыңыздар. Аға жеңгенің құрметіне бір би болсын. Бір би жоқ болса жарты би. Сенің жан-жараңды емдейме, жар болуды қаламайсың мендейге, сонда сенің махаббаттың болуға материалдық жағдайым келмейме. Іздейді ме байдың қызы байғанға, мен жердемін сен деп көңіл айырма, қарапайым отбасында ер жеткен шаруа
ақарманы айдан биік айдана бақытыңды байлығы үшін байлама мен ауылда тұрғым келеді өзіңмен ал сенің ше қалағаның қай қала алдыңда кім нәрсе бар адамдай жүрмін әлі көңіліңді таба алмай болмасам да сен іздеген бай адам болғаным жетпейді ме саған бай іздейді ме байдың қызы бай ғана мен жердемін сенде көңіл айрама қарапайым отбасында ер жеткен шаруаның баласымын жай ғана ақ арманы айдан биік айдана бақытыңды байлық үшін байлама мен ауылда тұрғым келеді өзіңмен ал сенің ше қалағаның қай қала іздейді ме байдың қызы бай ғана мен жердемін сенде көңіл айдама қарапайым отбасында ер жеткен шаруаның баласымын жай ғана ақ арманы айдан биік айдана бақытыңды байлық үшін байлама мен ауылда тұрғым келеді өзіңмен ал сенің ше қалағаның қай қала мен ауылда тұрғым келеді өзіңмен ал сенің ше қалағаның қай қала айдана жаутаңдаған баладай жалындаған жанарай жүрегімді кеттің жаралай 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 бір бұрылып қарамай мұңқы болып барадай әттең сүйген жүректен обалай 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 жаутаңдаған баладай жалындаған жанарай жүрегімді кеттің жаралай 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 бір бұрылып қарамай мұңқы болып барадай әттең сүйген жүректен обалай 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 тамаша бүгін менің көңіл күйім тамаша тұр бойыңа сенің жараса кел қарындас кел билейік оңаша тамаша бүгін менің көңіл күйім тамаша тұр бойыңа сенің биің жараса кел қарындас кел билейік оңаша балға қонған арадай сені жүрмін жағалай бақытыңды алсаң бағалай 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 сабыр етсең шамалай сыйлар едім саған ай теңеуіңді қайдан табамай 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 балға қонған арадай сені жүрмін жағалай бақытыңды алсаң бағалай 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 сабыр етсең шамалай сыйлар едім саған ай теңеуіңді қайдан табамай 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 тамаша
Бәрекелді. Бір үйде 50 бақсы 80 ақын жыңғаққандай болады, кешке жақын деп айтқан екен. Бәрекелді. Дастарханның төрінен орын алайық, жайғасайық. Жайласайық, торқал тойымыздармен қарай жалғастырайық, ақ тілектерімізді алмастырайық. 40-ына да шыдадық қой, енді 41-не де шыдағандай болайық. Қазір міне біздің ортамызда әдемі ақ тілекті ақтармаған, жылы лебізді айтпаған торқал тойымыздың төрінде келіп, қадірлі қонағымыз болып, бізбен бірге шаттанып, бізбен бірге марқайып отырған, жалпы аттарын атап, түстерін түстеп ортаға шақырмай-ақ, осы көршілердің қауымын мен ортаға алдырғанды жөн көріп отырмын. Ал бүгінгі мынау қазақта үй алма көрші ал дейтін тәмсіл сөз бар. Сондықтан барша көршілерді мен ортаға шақырайын. Көрші емес ағайын туыстай болған, туыстың туын тігіс ұстаған жақсылар мен жайсаңдар. Көршілер ортаға келіңіздер. Ай бәрекелді. Таранып отпаған соң, тотығасың ағайын, сөздің көңілің шошымасын. Кілем берсең, көршіге бер деген сөз бар. Себебі шетін өзің отырасың дейді. Алыстағы ағайынның моншасына түскенше көршінің душына түскен артық деп біздің қазақ бекер айтпаған. Келіңіздер, сіздерден бір тілек болсын. Сәлеметсіздер ме, құрметті тойшыл қауым. Сонау алыстан келген құдалар, төрге шыққан орындарыңыз құтты болсын. Әрдайым құдалықтарыңыз мың жылдық болсын, қадамдарыңызға нұр жаусын. Ал мынау енді біз жаңа айтып жатыр ғой, алыстағы ағайыннан жақындағы көрші артық деп, міне неше жылдан бері біздің ағамыз бен тәтемізге біз көрші болып келе жатырық. Міне балапандары өсіп, ол кездері бұл балалары жас болатын, енді міне бәрі қанаттарын қағып, бір-бір үйдің иесі болып жатыр. Міне жандарым сол, тіккен отауларың құтты болсын, Алланың нұры жаусын, шаңырақтарың биік, керегелерің кең, терезелерің тең болсын, әр уақытта қосақ құдай бірге көлде жүзулеріңді Алла нәсіп етсін, ұзақ ғұмыр берсін, болашақтарың зор болсын. Биыл бала келін болсаң, келесі жылы ана келін бол, жаным. Тек осы үйде той болсын, бесік той, шілдеханаға келейік келесі жыл осы уақытта. Барларыңызға, отбастарыңызға амандық, жанайларыңызға жақсылық, тек қуанышта осындай тойда қауышуды Алла нәсіп етсін. Көршілер жасасын, әрдайым ауыз бірлігіміз ажырамай, осылай көрші болып мәңгі бақи бірге өмір сүруді нәсіп етсін. Рахмет сіздерге. Көке жеңге тойларыңыз құтты болсын, осы екі жастар бақытты бола берсін. Міне екі жас бақытты болсын, аға келініңіз құтты болсын, тәте өмір келсек осы той деп келек, жақсы күндеріміз көп болсын. Міне біздің көршілердің атынан кішкене сізге сияпатымыз бар еді, соны тапсыруға рұқсат етіңіз. Бәрекелді, ортаға келіңіздер, сый сияпатты сіздерге табыстасын. Одан кейін көршілермен естелікке бір сурет, содан кейін дастарханның төрінен жақсылап орын алатын боламыз. Конверттің сырты жұп-жұқа, ішінде бірақ дәу бұқа деп жазып қойыпты. Келіңіздер, келіңіздер. Бәрекелді. Билеп дастарханның төріне қарай жайғасайық.
Бәрекелді. Біздің билер осындай өзі. Индийский киноча қызық жерінен бітік бала береді. Мынау енді, мынау жақсылармен жайсаңдар үлкен кісілер айтып жатыр. Үлкен кісілер айтып жатыр. Басталған дүниенің шегіне жеткені жақсы. Абай айтпақшы, не нәрсе шегінен шықса, не шығады деген өздеріңіз жақсы білетін боласыздар. Біз енді мынау торқалы тойдың иелері тойымыздың басында той бастар деп, тойдан тобықтай деп әрқайсылардың арларыңызға той бастарды тойдың басында қойып қойған болатын. Одан кейін салтымызды сақтап, дәстүрімізді дәріптеп құдалармен төс қағыстық. Одан кейін міне құйрық бауыр асастық. Барша келген жақсылар мен жайсаңдардың ақ тілегін тыңдадық, жылы лебіздерін естідік. Семіз адам арықтып, арық адам талқап жатқан мына заманда той жасамақ тұрмақ, үйге қонақ күтудің өзі оңай емес. Десе де қысылып, күміс қасықтай асылып, сіздердей жақсылар мен жайсаңдарды өзінің төріне шығаруды парызым деп түсініп, адал дәм тұзын ұсынған 90 ауыз сөздің тобықтай түйінін айтатын Мәмірәсілді екімізбен Арапаттай анамызды ерекше ықыласпен ортаға мен шақырғанды жөн көріп отырмын. Той иелері ортаға келсін. Жасыл жайлау, түкті кілем, көк кілемде көп аунаймын, көп күлем. Маңдайымнан сыйпап өткен самалды, қазағымнан алақанау деп білем. Қайда көрсем атамекен, көкейіңде жатады екен. Күннің өзі ұясына қимай оңай батады екен. Ай, бәрекелді. Ал, сіздердей жақсылар мен жайсаңдарға адалынан ақтастарған жай. Ұлымның бір бас екеу болды деп, қуаныштан көкке төбесі екі қиыл жетпей жүрген әкеміз бен анамыздың қорытынды тілегін 90 ауыз сөздің тобықтай түйінін тыңдауға біз де дайынбыз. Әкемізден бастайық. Сәл сабыр болсын. Құрметті қонақтар, мені құрмет қылып келіпсіздер, барлықтарыңызға рахмет. Балам келінім бақытты болыңдар, өмірлерің ұзақ болсын. Әрбір той осы отырған кісілердің үйінде жұғысты болсын, тойлар болсын, тамаша болсын, еліміз тыныш болсын, Алла жар болсын. Аумин. Ал кеш жарықтағыда құрметті құдағилар, құрметті елдестер, құрметті ағайын туыс бауырлар, құрметті көршілер, құрметті жамағат. Сіздерге ең алдымен алтын уақыттарыңызды бөліп, шақыртуымызды қабыл алып, құрметтеп бізді келгендеріңіз үшін сіздерге көптен көп рахмет. Алғысым шексіз сіздерге. Үйлеріңізде әрдайым осындай қуаныш болсын баршаңыздың, дендеріңіз сау болсын, тек қана жақсылық көрейік. Осындай қуанышты күндері кездесіп жүре берейік. Ал енді өзімнің алтын ұлым Төлеген, қарлығаш қызым, келін демеймін, жаным сол. Бүгінгі күндерің, бақытты кештерің құтты болсын. Тіккен отауларың, шаңырақтарың мықты болсын, керегесі кең болсын, босағасы берік болсын. Елдің алды азаматы болып, бір-бірлеріңе сенімдерің мықты болып, біздерді, әулетімізді, елді қуантып жүре беріңдер. Тек қана сендерге жақсылық тілеймін. Алланың нұры жаусын. Бақытты болыңдар. Ал енді мына жерде тағы бір алғыс айтатын нелерім бар еді. Мына камерада қызмет қылып жүрген аттарын мен білмеймін. Алғысым өте шексіз. Ерғали баламның коллегалар десем болады. Рахмет. Өте керемет болып жатыр. Және де қасымда тұрған тамада жігітке алғысым өте шексіз. Рахмет. Той тамаша өтті.
өтіп жатыр, иә, көз тимесін. Және мына неде отырған музыка жақта отырған міне жігіттерімізге рахмет, қайындарыма. Тағы мына отырған барша мына отырған үстелдегі азаматшаларға, ағайын туыс бауырларға, барлықтарыңызға шексіз рахмет. Алла разы болсын. Және мынау осы жерде қызмет етіп жүрген официантка қыздарымыз, ұлдарымызға, жігіттерімізге алғысым шексіз. Олардың да еңбектері ерекше. Және осы мейрамхана иесі Айгүл ханым еді меніңше. Ол ханымға да өте ырзамын, рахмет. Өте жақсы ұйымдастырды. Рахмет. Енді не деймін? Тағы да рахмет айтамын барымызге. Осындай тойлар жұғысты бола берсін, еліміз тыныш болсын, аспанымыз ашық болсын, әрдайым ұйымшылдығымыз, бірлігіміз мықты болсын. Рахмет. Бәрекелді. Біз айтатын рахметтің бәрін айтып тастадым. Десе де енді жақсылармен жайсаңдар, уақыттың уақыты жоқ заманда уақыттан уақыт шығарып келген сіздерге мың алғыс. Ұлықты ұлы өсіріп, қылықты қыз өсіріп той жасауларыңызды Алла нәсіп етсін. Атарылтып тон тозып алыстан келген құдалар, сіздерге де рахмет, ағайын жұрт, сіздерге де мың алғыс. Торқал тойларыңыз құтты болсын, тойдың аяғында жақсылыққа жол болсын. Мынау сізге бүгінгі тойдың спискісі деп маған әкеп беріп едіңіз, келесі жылы 1-ші шілдехана бесік тойда соны маған беретін боласыз. Сонымен торқал тойларымен қарай жалғастыратын боламыз дегіміз келеді. Бәрекелді жақсылармен жайсаңдар, біз енді көп сөйлеп созбайық, әдеттен озбайық. Жақсылармен жайсаңдар отырған жерде әумин деп алақан жайып орнымыздан тұруға қам жасайық. Бұл той бітті деген сөз емес, билейім дегенге би бар, қонам дегенге үй бар. Алақан жайып Алладан медет тілеп, әуелі Құдай оңдасын, еш жамандық болмасын. Келесі жылы шілдехана бесік тойда басымыз қосылғанша басымыз бақты болсын, астымыз тақты болсын, көретін күніміз лайым жақсы болсын деп бір бата беретін үлкен кісілер болса осы жерде, сол кісілерден мен бата алсам деп отырым. Бәрекелді. Қайсысы? Бәрекелді. Құдалардан ба? Құдалардан батал деп жатыр. Ал құдайлар, бүгінгі той құтты болсын. Тек барлығына тілейтін зор денсаулық, ашық аспан болсын. Тек құдалар 1000 жылдық болсын, күйеуі 100 жылдық болсын. Тек жастар бақытты болсын. Тек барлық жақсылық болсын. Тек аспанымыз ашық болсын, отанымыз тыныш болсын. Әумин. Әумин. Құданың батасынан кейін 4 сағатқа дейін арақ ішуге тыйым салынады. Келесі тойда жүздескенше, кездескенше Алланың айы жарық, күні нұрлы болсын. Талай жылаңсап күткөсін, қалай қоям нүктесін. Бүгінгі қуаныш мәресіне жетсе де қазақтың тойы бітпесін. Бастарыңыз аман, бауырларыңыз бүтін болсын.